22 сәуірде бір топ белсенділер мен Ал Қазақстан партиясының мүшелері Марат Жыланбаевты колонияға барғысы келіп отыр. Мен не деймін? Марат Жыланбаев қылмыскер емес. Марат Жыланбаев осы біздің еліміздің патриоты, жанашыры, батыры. Шындық үшін осы билік оны түрмеге қамады 7 жылға. Сосын біздің халық айтады, бізде қазір көшбасшы жоқ, бізде лидер жоқ. Кешіріңіз, бізде лидер мен көшбасшылар көп. Бірақ оны қолдайтын, оларды қолдайтын халық жоқ. Біздің халық үндемейді, біздің халық қорқады. Марат Жыланбаев түрмеде отыр. Амангелді Жайкин түрмеде отыр. Аруан Атабек ағамыз түрмеде отырған. Қайрат Қылышев 5 жыл түрмеде отыр. Эльвира Бекзадин, Нұрбол Өнерхан, мен де өзім қазір үй қамақта отырмыз. Бізде ешқандай құқығымыз жоқ, ограничение бізде. Далаға шалмаймыз. Бүкіл бәрі счеттарымыз жабық, жұмысқа алмайды бізді. Поликлиникаға, ауруханаға алмайды бізді. Неге? Біз сол шындық айтқан үшін бізді сол осындай дәрежеге жеткізіп жатыр. Сосын біздің халық көбінесе айтады, бізге маған саясат керек емес, саясат менің темам емес, саясат маған ешқандай, мен араласпаймын саясатқа дейді. Әңгіме жоқ, мақұл. Бірақ саясат әр адамға, әр үйге келеді. Қазір қымбатшылық көздерін көріп жатсыңдар. Күн сайын тамақ қымбаттап жатыр, коммунальный услуга қымбаттап жатыр. Жоғарыдағылар білген істеп жатыр. Ол бәрі саясат. Үндемей отыра берсеңдер, өздерің білесіңдер. Бірақ сіздің бала-шағаларыңыздың, немерелеріңіздің болашағы болмайды. Қазір миллиондаған біздің халық жастары кетіп жатыр сыртқа. Неге? Өз елден қашып жатыр. Себебі бізде қазір жұмыс та жоқ, болашақ та жоқ. Бизнес та ашыламайды, бәрі қазір штраф, налог көбейіп жатыр. Өздерің білесіңдер. Бәрі ол саясат. Оны біліңіздер. Енді Марат Жыланбаевке баратын адамдар болатса, әңгіме жоқ, рахмет сендерге, қосылыңыздар. Бара алмайтындар, мен сұрайтын қаржылай ақша көмектесіңдер. Баратын адамдарға, оларға бәрі жол пұл керек, гостиница керек. Сосын Марат Жыланбаев пен сосын тағы біздің адамдарымызға, түрмеге отырғандарға, оларға бәрі посылка керек, адвокаттарға ақша керек, бәрі ақшаға тіреледі. Бізде қазір ақша жоқ. Айтып жатырмын, бізде қазір ешқандай құқық жоқ, бізде права жоқ ешқандай. Жұмысқа алмайды, ешқандай бізде. Бәрін жауып тастады. Сол оян қазақ, алға Қазақстан. Аман болыңыздар. Рахмет.